Баршаларыңызға сәлем достар, сіздерге бүгін өте пайдалы ақпаратпен бөлісейін деп отырмын. Адамның байлығы дененің саулығы. Басымыз ауырып, аяғымыз қақсағанда, беліміз шаншыған кезде бәріміз дәрінің көмегіне жүгінеміз. Аз ғана уақытта алдаймыз өзімізді. Ал сіз жай ғана массаждың өзі қаншалықты аурудың алдын алатынын білесіз бе? Ең қызығы, сәби табандағы белгілер орынды жайлап уқалау арқылы сәбидің ауырған жерін емдейміз. Тек қана сәби емес, жас өспірімдер және үлкен кәрі деп бөлінбейді. Ең алдымен аяғымыздағы нүктелердің әрқайсысы қандай қызмет атқаратынын біліп анықтап алайық. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және керекті досыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Біріншісі, мұрын мен тамақ. Егер де мұрын мен тамағыңыз ауырып жатса, осы бірінші нүктені уқалаңыз. Барлық бақайлардың уқалау арқылы мұрын мен тамақтың ауруын басуға да болады. Екіншісі, егер сіздің тісіңіз бен басыңыз ауырып жатса, осы екінші нүктені басып уқалаңыз. Үлкен бақайдың төмен жағын жасалған массаж тіс пен бастың ауырғанын қойдырады. Осы үшінші нүктеміз құрсақ өрімі. Суретте көрсетілген табанның жоғары жағы құрсақ өріміне ем. Төртінші, іштің жоғарғы жағы. Табанның орта тұсын уқаласаңыз, іштің жоғарғы бөлігін ауырған көмегі тиеді. Бесінші нүктеміз іштің төменгі жағы. Іштің төменгі жағы ауырса, табанның төмен тұсын уқалау қажет. Алтыншы нүктеміз жамбас бөлігі болып анықталды. Ал өкше жақтан уқаласаңыз, жамбасыңыздың ауырғанына көмектеседі. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.